Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге витаминге толы салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жаңғақ, 2 алма, 4-5 түйір қызылша болса жеткілікті. Қызылшаны суда қайнатып аламыз. Қызылшамызды теркадан өткізіп аламыз. Алмамыздың сыртын қыршып тастап, оны да теркадан өткіземіз. Жаңғағымызды осылай пакетке салып, майдалап еземіз. Осылай бәрін қосып араластырып аламыз. Осылайша араластырып болып, тоңазытқышқа салып қоюға болады. Керек уақытында осылай тарелкаға майонез салып, жақсылап араластырып, дастарханға қоя беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады, көп уақыт алмайды. Міне біздің витаминге толы салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыздар.